Ханым, кіре беріңіз. Қайырлы таң. Мен сізді ұйықтап жатыр екен деп ойладым ғой. Бүгін мен тіпті ұйықтай да алмадым. Қатты қобалжып тұрмын. Не үшін? Бүгін бірінші рет ханшайым болып оянып жатырмын. Сол үшін шығар. Мен негізі сізді оятайын деп келгенмін. Бүгін бізге Мона ханшайым қонаққа келді. Мона ханшайым келді ме? Онда мен тезірек жиналуым керек қой. Ол жарты сағатта келіп қалады. Ал қазір астыда үлкен қызу дайындық болып жатыр. Сол үшін келгенге дейін боянып, дайындалып алыңыз. Иә, дұрыс айтасың. Сізді бояндырып жіберейін. Ханым, кешіріңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қайда жүрсің? Кешірім сұраймын кешіккенім үшін. Астыңғы этажда бәрі қызу дайындық болып жатқаннан кейін кішкене кешігіп қалдым. Қандай дайындық болып жатыр? Жарты сағаттан кейін Мона ханшайым келеді. Соған арналған дайындық. Ол кім Мона ханшайым деген? Мен неге естімегенмін ол жайлы? Мона ханшайым көрші сарайдың ханшайымы, және де ол әрі емші. Ол не үшін келейін деп жатыр екен? Ханшайымды құттықтау үшін. Лияны ханшайым деуші болма, менің көзімше. Оны тек Лия деп ата. Кешіріңіз, ханым. Мені ханым деп атама, мені ханшайым деп атам. Себебі жақын арада мен ханшайым болам. Иә, не үшін таңғалып жатсың? Мен боламын. Сол үшін маған сенің көмегің керек. Қазір біз бәріміз жиналған кезде, астыда отырған кезде, сен Лияның шайына мына уды қосасың. Уды Лияның шайына қалай қосамын? Ханшайым, сіз оны өлтіргіңіз келе ме? Бұл жолы үнің шықпасын. Егер бәрін мен айтқандай жасасаң, саған арналған аздаған сыйлығым бар. Тек ешкім білмесе болды. Келісесің бе? Сіз сонда не бересіз? Мен саған өте көп ақша беремін. Маған ақша керек болып жүреді, мүмкін келісейін. Жарайды, келсем. Міне, өте дұрыс. Сен келіскеніңе өкінбейтіндей қыламын. Міне ал. Бар, тезірек жаса жұмысыңды. Жарайды, ханым. Міне бәрі дайын. Өте сұлу болып қалдыңыз. Рахмет, үлкен. Мона ханшайым да келіп қалған шығар. Астыға түсе берейік. Иә, ханым, жүріңіз. Не істеп жатсыздар? Сол, тамақ жасап жатырмыз. Мен Мона ханшайымның қызметшілерінен ол не қандай десерт жақсы көретінін бәрін сұрап алдым. Қазір соны дайындап жатырмын. Ал сен не үшін келдің? Қолыңда не тағып тұрсың? Ештеңе тығып тұрған жоқпын. Одан жұмысын жаса. Айтпақшы, мен не үшін келемін анау? Луиза ханшайым шай сұраған. Жоқ, Лия ханшайым. Луиза ханшайым ба, Лия ханшайым ба? Бәрібір емес пе саған? Тезірек шай жаса. Жарайды, жасаймын ғой. Не істі? Все, рахмет. Аға, тамақ дайын болып қалды ма? Осынша жетіп қалар. Мона ханшайым келіп қапты ғой. Иә, жүр, төрлет Мона. Жүр, қалайсың? Ханым, міне дайын. Бұны столға барып апарып қой. Иә, мәссаған дастарханда күшті жайнатып қойыпсыздар ғой. Иә, бәрі сен үшін.
бәрі қызметшілер бәрі жүгіріп жүр ғой осы үшін. Иә, айтпақшы, кешегі сыйлығың үшін рахмет, маған өте приятно болды. Иә, тағы да ханшайым болғаның үшін құттықтаймын. Ана шайды берші маған. Осыны ма? Иә. Лия, бұл саған. Рахмет. Лия, сенің шайыңа не болған? Бұл сүтті шай, сол үшін осындай түсті болады. Жоқ, маған берші. Бұл жерден мен дәрінің несін сезіп тұрмын ғой. Қандай дәрі? Шынымды айтайын, бұның ішінде у қосылған. Не дейді, қандай у? Ешқандай у жоқ қой ішінде, қайдан тауып алдың оны? Әп-әдемі шай ғой. Лия, саған біреу қатысандық ойластырып жүр. Абай бол. Ішінде у қосылғанын қайдан білдің? Менің емші екенімді білесіздер ғой. Дәрі қосылғаны түрінен ақ көрініп тұр. Жоқ, бұл жерде менің күнәм жоқ. Ол осы жерде дайын құйылып тұрған шай. Менің шынымен де күнәм жоқ. Сонда бұны кім ойластырған? Ол осында дайын тұрса, значит, біреу алдын ала ойын ойластырып қойған. Мен жаңа ана қызметшіні көрдім. Ол осы жерге шай құйып жатқанын көргенмін. Мен бәрін түсінген сияқтымын. Ол қызметші Луизаның қызметшісі. Және де мен оны жаңа бөлмесіне кіргенін көрген. Луиза, мен сенен бұндай күтпедім. Біз келісіп едік қой, бір-бірімізге ренжімейміз деп. Лия, бұл менің күнәм емес. Менің күнәм жоқ. Бұл сонда не болды? Мен де түсінбей қалдым. Тоқташы. Артымнан келмеші менің. Лия, мен сені бұндай күткен жоқпын. Кешірші, өтінемін. Кешірші, мен енді екінші олай ешқашан істемеймін. Уәде беремін. Мен қазір ғана түсіндім қандай ақымақтық жасағанымды. Сен шынымен де менің орныма ханшайым болғанға лайықтысың. Екінші ренжіспей екенді кешірім сұраймын. Шынымен ба? Шынымен енді ренжіспейміз ба? Әрине. Онда мен сені кешірдім. Екінші, онда сатқындық жасамашы. Әрине, кешірші. Солайша олар бақытты өмір кешіпті. Және де ешкім бір-біріне ренжімей, сатқындық жасамай, адал өмір сүріпті. Сериалымды лайк, подписка күтемін. Келесі сериал жаңа жыл туралы сериал болады.